Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі әдебиеттік оқу пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз «Қош келдің, Наурыз». Сенің меңгеретінің. Шығарманың мазмұнын толық түсіну, тұжырымдаманың себеп-салдарлық байланысын сызба арқылы көрсету, шығармашылық жұмыстар жасау. 22 наурыз ұлыстың ұлы күні. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Табиғат та, жер ана да, жан-жануарлар да түлейді, жаңарады. Адамзаттың бойында қан жүгірдіп, тал теректер бүршік жарады. Қазақтың сайын даласын Қызыр баба кезіп, адам баласына құт береке, бақ дәулет сыйлайды. Самарқанның көк тасы еріп, қасиетті қара жер, қара топырақ босанады. Ұлы даланың төсінде қызғалдақтар құлпыра өсіп, бел-белестерге қызылды жасылды кілем төселеді. Ұлан байтақ Қазақстанның халқы 7 түрлі дәмден наурыз көже жасап, ұлттық салт дәстүр, әдет-ғұрыптарды сақтап, ай бойы ұлыстың ұлы күнін тойлайды. Бүкіл шығыс халқына ортақ бұл мейрамда араздасқандар татуласып, дүйім халық мұқым ел ауызбіршілікке болады. Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылында дүниеге келген. Міржақып Дулатұлы қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын жазушы, жалынды көсемші шебері, либералды демократияшыл зиялылардың бірі. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Арғын тайпасының мадияр руынан. Түсініп оқы. Аспанда күннің нұры, мақпалдай жердің түрі, қуаныш мал мен жанда, қыз шыққан өлмей тірі. Келіпті жылдың құсы, күнде шу көлдің тұсы, күн жылы ызғары жоқ, жаз шығып кеткен қысы. Келесі сөздік жұмысымыз. Қостанып. Бұл жерде қос, жұмыс басындағы баспана, тігу. Балалар, өлеңде жылдың қай мезгілі суреттелген? Жаз, күз, қыс, жазғытұрым. Наурыз көктем жайнайды да
айтасыздар, жазғытұрым. Әр халық өзіне лайық уақытта жаңа жыл мерекесін тойлайды. Сол сияқты біздің жаңа жылымызда осы 22 наурыз күні тойланады. Қазақ халқының ұғымы бойынша 21-нен 22-сіне қараған түні күн мен түн теңеліп, жер қойнына жылулық орнайды екен. Біздің Қазақстанда наурыз мерекесі әр облыста өзіндік сән салтанатпен өтеді. Шара барысында би биленіп, ән шырқалады. Сонымен бірге біздің ертеден келе жатқан салт дәстүрлеріміз ұмыт болып кетпеу үшін, салт дәстүрлерімізді келешек ұрпақ жалғастыру үшін біздің салт дәстүріміз дәріптеледі. Оның ішінде атап өтсек, бесікке салу, қырқынан шығару, шілдехана, сау кесер, тіл ашар, сүндет той, үйлену тойы, ұзату тойы, мерей той және тағы басқалар. Наурыз мейрамында жасалатын ұлттық тағамдар. Қазақша ет біздің халқымыздың құрметті кісілерге ұсынатын кәделі әрі орны бөлек тағамдарының ең бастысы қазақша ет немесе бешбармақ. Қазақтар сыйлық қонақтарға мал басын көрсетіп, табақ-табақ ет тартқан. Табақ тартуда үлкен өнер. Әр табақ қонақтың дәрежесі мен жасына, іліктілік жолына, нағашы жиен, құдағи, қыз, бала тағы басқа сәйкес келуі керек. Осыған орай табақ тарту, бас табақ, сый табақ, күйеу табақ, келін табағы, жастар табағы, жай табақ болып бөлінеді. Наурыз мерекесін өзге елдер қалай атап өтеді? Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші, 22 наурыз мерекесін әр елде әр қалай тойлайды. Қырғызстан, қырғыз елі жылдың алғашқы күнінде наурыз күджі, ауыз күджі, кафут ұлттық тағамдарын дайындап, жаңа жылда бір-бірін көтеріңкі көңіл күймен құттықтайды. Бұл күні алыс жақын туыстар кең жайылған дастархан басында жиналып, бір-біріне ізгі тілектер айтады. Наурыз мерекесінде көпшілік қауым ұлттық киімдер киіп, қала көшелеріндегі мерекелік серуенге қосылады. Өзбекстан, Самарқанда, Бұқара, Андижан қалаларында наурыз мерекесін тойлау 21 наурызда бастау алып, бір аптаға созылады. Бұл күндері өнерпаздардың қатысуымен мерекелік іс-шаралар өткізіледі. Мерекенің алғашқы күнінде өзбек халқы бір-бірінің үйіне қонаққа барып, ұлттық тағамдарынан ауыз тиеді. Қала көшелері мен алаңдарда ұлттық ойындар ұйымдастырып, сахналық қойылымдар көрсетіледі. Келесі балалар, бірге отырып сөз жұмбақ шешейік. Бірінші, көктемде күн ұзара ма, түн ұзара ма? Әрине балалар, дұрыс айтасыздар, күн ұзарады. Көктемде не қаулап өседі? Дұрыс айтасыздар, шөп. Наурыз айында не пісіріледі? Дұрыс айтасыздар, көже пісіріледі. Жылдың неше мезгілі бар? Дұрыс айтасыздар, 4 мезгілі бар. Ақ тонын не шешеді? Өте дұрыс айтасыздар, жер. Көктемнің соңғы айы. Мамыр. Дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Қорытынды. Бүгінгі сабақта шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің. Тұжырымның себеп-салдарлық байланысын сызбаға түсіре алдың. Шығармашылық жұмыстар жасадың. Ал балалар, ендеше бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, хош, сау болыңыздар.